тозақта ең ауыр жаза дей ма? Тозақта ең жеңіл жазасын естігенбіз енді. Бұл кімге беріледі? Әбу Талибке беріледі. Өйткені ол не қылды? Пайғамбарымызды қорғады, дінді қорғады да, бірақ Аллаға иман келтірмеді. Және де оған берілетін жаза не екен? Аяқтың астына соқ қойылады да, Құдай сақтасын. Онымен не қылады? Миы қайнайды, Құдай сақтасын. Өте қиын да. Ең жеңіл, ең ауырын енді айта алмаймыз ғой. Енді әрине хадисте келеді ғой. Ғибаттаушыға да келеді, әр нәрсе жеке-жеке келеді ғой. Бір айтатын нәрсе, тозақта жеңіл жаза жоқ қой. Ми қайнап оңай ма айтыңдар? Әшейін жай ғана мынау кеуіртті алды, Құдай сақтасын. Басып көрші, қалай кішкентай нәрге от тигізіп көрші, қалай болады? Сол үшін Құдай тозақтың азаптары Алла сақтап өте ауыр. Шаяндар бар, жыландар бар, Құдай сақтасын. Ішетін су қанды ірің, Алла сақтасын. Ол жағдайда Құдай сақтасын. Сол үшін ол жердегі Алла Тағала жәннат тозақтың иісін ескертпесін бізге, құрметті шәкірттер. Иісін ескертпесін, ол өте ауыр нәрсе. Сол үшін мына 200-лер Алла сақтасын. Ең түбінде болатын 200-лер. Ең түбінде болатын 200-лер. Қараң, уайлуллил мутаффифин дейді. Қараң, мутаффифин кімдер бұл? Таразан жеушілер. Уайлулли кулли хумататил лумаза. Адамдар келе-келейтін, адамдар мазақтайтын, ар-намысын таптайтындарға да уайыл болсын. Уайыл деген тозақтағы бір шұңқыр ол. Азап бар. Сол үшін тозақтың барлығына Құдай сақтасын, ол қорқынышты. Алла сақтасын. Сол үшін Алла Subhanahu баршамыз сақтасын ол жерден. Бірақ ең түбінде болатындар Алла сақтасын, олар кімдер? Иннал мунафиқина фиддарки асфали минан нар дейма. Қарасаңыздар 200-лерде ең төменгі жағында болатын, Құдай сақтасын. Сол үшін 200-ден Құдай сақтасын. 200-лік деген нәрсе не? 200-лік деген нәрсе ішінде дінге деген дұшпандығы бар, сырты өзі мұсылман көрсететін жандар, Құдай сақтасын. Адам бұдан аулақ болу керек.